Атырауда қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, жазушы ақын Қазақстан Республикасы әнұраны авторларының бірі Жұмекен Нәжмеденовке ескерткіш қойылды. Жүрегі менің Қазақстаным деп соққан ақын бар болғана 48 жыл ғұмыр кешсе де артына өшпес із қалдырды. Биыл Жұмекен Нәжмеденовтің туылғанына 80 жыл толуына орай туған жері Атырау облысында 80 түрлі мәдени көпшілік шара ұйымдастырылған. Енді Атырау қаласындағы салтанат сарайының алдында ақынның алып мүсіні бар. Ескерткіштің биіктігі 8 метр. Игі шараға қала жұртшылығы мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Ал Жұмекен жырларын серік етіп келе жатқан жастар ақынның өлеңдерін оқыды. Жұмекеннің мынандай өлеңі бар еді. Жұмсамаңдар достарым дәрігерге, елге жетер қуат бар әлменде, дала деген тәуіпке көрінейін, емділейін тағы да бар белгеден. Мінекей өзінің еліне келді. Жастар осы жерге келіп, өзінің өлеңдерін оқып, бұл Жұмекеннің үлкен рух алады, күш алады, творчестволық жігер алады деп білемін.